Тамшы KZ исламдық порталы ұсынады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Уссалату уссаламу аля ашрафил мурсалин. Сейдина Мухаммадин ва аля алихи ва сахби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұсылман бауырлар, қазіргі күнде көтеріліп жатырған өте күрделі мәселе, яғни бұл исламдағы әйел адам ұятты жерлерін, әурет жерлерін жабу мәселесі. Ол орамалмен жабама, арабша хиджаб деп аталады, қазақша кимешек деп аталады. Оны капюшоны бар спортивкамен болама, қандай да матамен, қандай да бір нәрсемен әйел адам ұятты жерін жабу. Бұл осы мәселе мұсылмандардың арасында, үкіметтің арасында, халықтың арасында күрделі болып көтеріліп жатыр. Осыған тоқтала кетсек қысқаша, біріншіден біз білу керекпіз, әйел адам балиғат жасына толғанда оған әуретті жерін жабу парыз. Яғни бетімен екі қолынан басқа жерін жабу әйел адамға парыз, қыз балалардан балиғатқа толғаннан бастап. Енді бұл Алланың әмірі, Құранда келеді. Бұл Алланың шариғаттағы парызы. Бұны ғалымдар сондай бір анықтама береді. Парыз нәрсені, Алла тағала бұйырған парыз нәрсені біреу парыз емес деп жоққа шығаратын болса, онда ол адам діннен шығады, кәпір болады деді. Ал егер мойындап тұр, бірақ істемесе, мен білем ғой парыз екенін, бірақ таға алмаймын, тақпаймын, қандай да себеппен десе, ол адам діннен шықпайды, кәпір болмайды деді, бірақ күнәһар болады, орамал тақпаған үшін деді. Сондықтан бұл жерде қазіргі көтеріліп отырған министерстволардан таққызбаймыз, заң жүзінде мектептерден таққызбаймыз деген мәселесі, бұл үкіметтің көтеріп отырған мәселесі тікелей дінге қарама қайшы туғызып отыр, қайшы келеді. Яғни діндегі парыз нәрсені істетпейміз деп отыр. Енді осы жерде имам Тахауидің айтқан сөзі бар. Біз басшыға бойсынамыз, басшыға бойсыну уәжіп. Қай мәселелерде десе, Аллах тағаланың әміріне қарсы жұмсамаған мәселеде дейді. Мысалы, басшымыз Құран хадиске қайшы келетін, діндегі парыз нәрсеге қайшы келетін нәрсеге жұмсаса, онда бойсынылмайды. Яғни арақ іш деп бұйырып жатса, зина қыл деп бұйырып жатса, орамал тақпайсың, әуретіңді жаппайсың деп бұйырып жатса, бұл Алланың әміріне қарсы адамның әмірі жүрмейді деді имам Тахауи. Сондықтан ол жерде Алланың әмірін бірінші қоямыз деді. Алланың әмірі бірінші тұрады. Сондықтан қазіргі күнде шынымен үкімет басы, ел басының бастауымен бастап отырған бұл үкімет басы шынымен бұл ислам шариғатындағы парыз нәрсені мойындамай, немесе мойындаса да істеткізбейтін болса, онда мұсылмандарға, мысалы мен басқаларға айтпай қояйын, өз басым қыз баламды мен балиғат жасына толғанда мектептен шығарып алуға мәжбүр боламын. Өйткені Алланың әмірін бірінші орындауға бірінші тұрады, ал одан қалған Алланың әміріне қарсы жұмсамаса, ол сол кезінде барып басшыға бойсынылады. Яғни осы мәселеде басшыға бойсынылмайды, Алланың әміріне қарсы келгендіктен қалған нәрселерде бойсына береміз. Сондықтан имам Тахауи осы жерде ашып айтқан, басшылар бізге зұлымдық қылса да біз сабыр етіп бойсынамыз, дұға қыламыз, оған тауфиқ бер, туралық бер деп дұға қыламыз. Тек қана Алланың әміріне қарсы жұмсамаса бойсынылмайды деді. Бұл біріншіден. Екіншіден, осы мәселеде ел басында отырған ағаларға, Құдай қаласа, халықтың арасында, облыстарға таратып, жерде петиция дейміз ғой, қол жинау. Осыған ел басынан көмек сұрап, бұндай іске асырмауын, мұсылмандардың құқығын аяқ асты қылмауын өтініп, осы жерде облыстарда петиция жинауға, жерде адвокат, заңгерлерді тартып, Құдай қаласа, сондай бір қол қоюға шақырамыз. Сондықтан оны Тамшы KZ-тен күтсеңіздер болады, жақын арада шығады. Облыстарда бұған тек қана ата-аналар ғана қыз балалары бар,
мектепке барып орамал тағатын қыз балалары бар ата-аналар, солар келіп жаңа тамшы KZ-тен қарап, қай облыста, қай қалада, қандай адресі, қандай телефоны, қандай, сол жерден анықтамаларын алып, адрестерін алып, сол жерден барып, өз жергілікті жерден барып, сол қағаздарына барып атсалсам деген мұсылмандар қол қойса болады. Бұл мұсылмандардың құқығын, яғни қорғау, өзіміздің құқығымызды қорғап қалу ретінде түсіну керекпіз. Және шариғат шеңберінен шығып кетпеу керекпіз, заңның шеңберінен де шығып кетпеу керекпіз. Енді осындай заң, ата заңымызбенен Алланың заңы, шариғаты осындай келіспеушілік болып қалған жағдайда, ол кезінде бейбітшілік жолменен, жаңағыдай хат жазу арқылы, елбасына жеткізу арқылы осындай жолмен күресуге, осындай жолменен өзіміздің құқығымызды қорғап қалуға иншалла атсалысайық. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллах тағала жәрдемші болсын. Аллах тағала елімізге тыныштық, амандық, мұсылмандарға ауызбіршілік берсін, елбасымызға тауфиқ берсін. Иншалла Аллах тағала сүйікті құлдарының қатарынан болып өмір сүруімізді баршамызға нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.